Алматыда Қазақстан еріктілер лигасы қоғамдық қоры мүшелері арасында өткен қалалық әдеби байқауының марапаттау рәсімі болды. Байқау «Жоқ іздеген жігіт мұрасы көп көнеге» деп аталады. Ол өмірден ер тозған ақын, журналист Қайрат Әлімбектің шығармашылығына арналған. Алматы қаласы Наурызбай ауданындағы оқушылардың инновациялық шығармашылық орталығында журналистика үйірмесінің оқушысы өзінің ақын атасының құрметіне үлкен іс-шара, жыр маржан іс-шарасын өткізіп, соның марапаттау рәсімі өтіп жатыр. Байқауға қаланың 8 ауданынан оқушылар қатысып отыр. Жаңағы осы ақынның шығармашылығын зерттеп, сол бойынша видеороликтер түсіріп, сол бойынша өздерінің шағын шығармашылық өлеңдерін, жыр жинақтарын жазған оқушылардың бүгінгі марапаттау салтанатына қатысқан барлық оқушыларға рахмет айтамыз. Ақын Қайрат Әлімбек Қазақстан Жастар одағы сыйлығының лауреаты. Оның нәзік лирикаға толы «Сезімнің гүлі», «Жоқ іздеген жігітпін», «Намыс найзагері», «Махаббатстан» жыр жинақтары көпшілік сүйіп оқитын кітаптар. Қайрат Әлімбек жасынан аудандық, облыстық, республикалық басылымдарда жауапты қызмет істеп, шығармашылық пен қоғамдық жұмысты қатар атқарған. Мен өзім Алматы қаласында еріктілер лигасының мүшесімін. Сол ұйымда негізі әдетте тек қана сенбіліктер және еріктілік қайырымдылық шаралар өтетін. Бұндай байқаулар ол ұйымда негізі өтпейтін. Сондықтан мен бұл жерде екі жаңашылдық алып келдім. Байқаудың қорытындысы бойынша Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Айсұлу Орынбасар мен нөмірі 174-ші мектеп гимназиясының 10-шы сынып оқушысы Ағерке Мұратова жеңімпаз атанды. Барлық қатысушылар мен жеңімпаздарға ақынның жыр жинағы тарту етілді.